Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда мен зейнетақы бойынша ақпаратпен бөлісіп отырамын. Бұл видеода 36 айлық табыстың маңыздылығы туралы айтатын боламыз. Яғни 36 айлық табыс бізге ынтымақты зейнетақы үшін қажет. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі және кез келген қатарынан тұрған 36 айдың табысының көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы болып табылады. Және бұл зейнетақы госбюджеттен беріледі, өмірдің соңына дейін төленетін зейнетақы болып табылады. Маған консультацияға келген кісінің жағдайы, яғни бұл кісі еңбек өтілі есептелген, сонымен қатар 36 айлық табыс мөлшері саналған болатын. Бірақ құжат тапсырар кезде 36 айлық туралы анықтама қабылданбай қалған. Сол себепті бұл кісінің зейнетақысы аз тағайындалған. Біз қайта санатуға беру арқылы зейнетақы мөлшерін көтердік. Яғни табысы расталған зейнетақы мөлшері және табысы расталмаған зейнетақы мөлшерімен таныстыра кетейін. 36 айлық табысы расталмаған зейнетақы мөлшері 69.084 теңгені құрайды. Яғни бұл базалық және ынтымақты зейнетақыны қосқандағы суммасы. Ынтымақты зейнетақы ретінде 40.668 теңге тағайындалған, ал базалық зейнетақы ретінде 28.416 теңге тағайындалған болатын. Бірақ біз 36 айлық табысы туралы анықтаманы өткізу арқылы зейнетақы мөлшерін көбейттік. Яғни қайта санатудан кейін бұл сумма 100.383 теңгеге тең болды. Бұл жерден көріп тұрғаныңыздай 36 айлық табыс мөлшері өте маңызды рөл ойнайтынын көрсетеді. Ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі 21 жылды құрайды. Бұл 21 жылдың ішінде бұл кісінің әскери қызметі және жоғары оқу орнындағы оқыған жылдар кіріп тұр, сонымен қатар еңбек өтілі кіріп тұр. 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі есептелінеді. Келесі көрсеткіш 36 айлық табыс мөлшері. 36 айлық табыс ретінде біз 2020 жылдың 1 мамырынан бастап 2022 жылдың 1 мамырына дейінгі аралықтағы табыс мөлшерін алдық. Бұл жерде табысы 5.076.000 теңгені құрайды. 2022 жыл үшін бұл максималды көрсеткіш емес, бірақ жақсы көрсеткіштердің бірі болып табылады. Зейнетақы мөлшерін анықтайтын көрсеткіштер. Ынтымақты зейнетақы үшін еңбек өтілі айларымен есептелінеді. Яғни бұл кісіде 252 ай. Процентпен есептеген кезде бұл 50.4% береді. Ақшамен есептеген кезде 73.010 теңгені құрайды. Яғни бұл 36 айлық табысы ескерілген сумма. Ал егерде 36 айлық табыссыз, бұл сумма 40.668 теңгеге тең болады. Базалық зейнетақы үшін еңбек өтілі 21 жылды құрайды. Себебі бұл кісінің қазақстандық еңбек өтілі өте аз. Бұл кісіде зейнетақы аударымдары 1 жылға жетпегендіктен бұл сумма 28.416 теңгені құрайды. Яғни базалық және ынтымақты зейнетақы госбюджеттен беріледі, өмірдің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Үшінші зейнетақы түрі ол НПФ-тан берілетін зейнетақы болып табылады. НПФ-тан берілетін зейнетақыны алу үшін белгілі бір көрсеткіштер болады. НПФ-тан берілетін зейнетақыны алу үшін зейнетақы қорында 555.624 теңгеден жоғары болу керек. Сол кезде сіз НПФ-тан берілетін зейнетақы алатын боласыз. Бұл суммадан кем болған жағдайда оны бір реттік төлем ретінде береді. Яғни бұл клиенттікі 507.600 теңгені құрап тұр. Сол себепті зейнетке шыққаннан кейін бір реттік төлем ретінде беріледі. Яғни НПФ-тан берілетін зейнетақы үшін суммасы жеткіліксіз болып табылады. Қорыта келген кезде бұл кісі тек қана
ынтымақты және базалық зейнетақыны алатын болады. Бұл екі зейнетақы госбюджеттен беріледі және өмірдің соңына шейін берілетін зейнетақы болып табылады. Сонымен қатар МРП көтерілген сайын, яғни айлық есептік көрсеткіш көтерілген сайын зейнетақы мөлшері де көтеріліп отырады. Назарларыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.